Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Көпшіліктің аспиринді тек ауруды жеңілдету үшін ғана қолданбайтынын біліп пе едіңіз? Ендеше осы видео барысында аспиринді тек қана ауруды жеңілдету үшін ғана емес, басқа да түрлі қасиеттерін айта өтеміз. Қызықты ақпаратты жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Ацетилсалицил қышқылы халық арасында аспирин атауымен танымал. Бас ауырса немесе тұмаудың бастапқы кезеңінде аспиринді қабылдап аурудың алдын алатынымыз шындық. Дәрігер рецептінсіз сатылатын медикаменттердің бірі болып саналады. Одан бөлек оның біз біле бермейтін бірнеше пайдалары бар екен. Ең бірінші пайдасы безеулермен күреседі екен. Аспириннің негізгі құрамы салицил қышқылы терідегі ұсақ тесіктерді тазартып, қабынуды басады. Аспириннің бір таблеткасын 3 ас қасық суға ертіп безеуге жағып қойыңыз. Бірнеше уақыттан соң қабыну басылады. Одан бөлек маса шағып кейін асқынған жағдайда аспирин қызаруды басуға көмектеседі екен. Оның үстіне ісікті кетіреді. Екінші пайдасы қатерлі ісікке қарсы. Қатерлі ісік жасушалары барлық адамда бар. Ол кез келген ағзаның жасушасында кездесуі мүмкін екен. Қанда олар тромбтарға жабысып алып, сол аймақта өседі. Дегенмен ацетилсалицил қышқылы тромбоциттерге бір-біріне жабысып қалуына мүмкіндік бермейді екен. Осылайша ол қатерлі ісіктің алдын алады. Оксфорд университетінің зерттеушілері аспиринді аз мөлшерде, яғни 75 мг мөлшерінде 5 жыл бойында күнделікті қабылдау рак ауруының туындауының 20%-ға азайтатынын дәлелдеген екен. Сүйелді кетіреді. Сүйелді кетіру үшін аспириннің 3 таблеткасын ұнтақтап, оның 1 ас қасығын лимон шырынымен 2 ас қасық су араластырасыз. Пайда болған пастаны сүйелге жағып, жапсырғышпен бекітіп 1 күн ұстау керек. Осылайша сүйелден арылуға болады. Қайызғақтан біржола құтылуға көмектеседі екен. Ацетилсалицил қышқылы тек безеуден арылуға септігін тигізіп қана қоймай, қайызғақтан біржола құтылуға көмектеседі. Сол себептен көптеген сусабының құрамында кіреді екен. Аспириннің 2 таблеткасын сізге қажетті сусабын мөлшерімен араластырып, дайын болған масканы шашқа жағып, 30 секунд ұстаңыз. Кейін жуып тастаңыз. Аптасына 2-3 рет қайталауға болады. Тағы бір пайдасы киімдегі терден қалған дақтарды кетіреді. Терден қалған дақтар себепті жарамсыз күйге түскен киіміңізге аспирин екінші өмір сыйлайды екен. Аспириннің 1 таблеткасын жылы сумен араластырып, дақтарға жағып, 1 күн қалдырыңыз. Мұнан соң киіміңізді жуыңыз. Нәтижесіне қуанатыныңыз анық. Жуыну бөлмесіндегі сабын дақтарын кетіреді. Сабын дақтарын ысқылаудан шаршағандар үшін тамаша әдіс бар. 5 таблетка аспиринді ұнтақтап, тазартуға арналған құралмен араластырыңыз. Қоспаны сабын дақтарына жағып, жарты сағатқа қалдырыңыз. Мұнан кейін оларды ысқышпен оңай сүртіп аласыз. Кесілген гүлдердің өмірін ұзартады. Гүлсауыттағы суға аспириннің 1 таблеткасын қоссаңыз, гүл шоғы ұзақ жайқалып тұрады. Ол дәрінің судағы pH-ті өзгертіп, бактериялардың көбеюін баяулатумен байланысты. Бұл әдіс әсіресе раушан гүлі үшін тиімді. Аспириннің тағы бір пайдасы үйде киім үтіктейтін үтігіңіздің асты жабысып күйіп қалған болса, ондай болса, үтігіңізді барынша ыстығына қосып, оны аспиринмен сүртесіз. Жылтырап жаңа қалпына қайта оралады.